достар, әселмен бірге арнасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі көңіл келеріңізді міндетті түрде комментарияға жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар достар. Және де бүгін бізде наконец-то жаңа сериал болмақ. Мен көп күн сериал түсірмей кеттім, сондықтан да кешірім сұраймын. Және де достар, бүгін бізде сериал, бұл сериалдың аты қаладағы өмір деп аталады. Яғни бізде ең басты кейіпкер осы қыз болады. Бұл қыздың аты Самал болады. Ал бұл қыздың аты Ұлжан болады. Ал бұл екі қыздардың аты, мына қыздың аты Сабина болады, ал мына қыздың аты Жасмин болады. Ой, сәлем, сен жаңадан келген қыз емессің бе? Иә, мен жаңадан келген қызбын. Осы жаққа, осы универге. Иә, сен мұнда жатасың. Өзіңе жайғасып ал. Кстати, атың кім? Менің атым Самал, өзіңнің атың кім? Менің атым Ұлжан. Осылайша екеуі танысып кетеді. Сен жалпы қаладансың ба, ауылдансың ба? Мен жалпы қаладанмын, өзің? Мен ауылдан келгенмін. Жақсы. Жарайды, мен сені достарыммен таныстырайын. Что-то мына қызды танымай тұрмыз ғой. Иә, танымай тұрмыз. Онда танысып қойыңдар. Бұл біздің жатақханаға жаңадан келген қыз. Ол ауылдан келген екен. Түсінікті. Иә, түсінікті. Ал жарайды, біз өзіміз танысып аламыз, сен бара бер. Окей. Иә, қыздар, жалпы аттарың кім? Нең бар, керек болса өзің тауып ал. Иә, керек ба, өзің тауып ал. Түш кеттік, мына ауылдан несі сасып тұр ғой, прям фу. Той, неге олай мені бөлді? Негізі мен бұндай қыз деп ойламаппын оларды. Жарайды, осында отыра тұрайын. Иә, мен келдім. Не болды? Настроениең түсіп кетіпті ғой? Қазір ғана жақсы еді. Жай, ештеңке. Жарайды, онда кеттік. Біз осындай уақытта обед ішеміз. Кстати, мына жерде кім обед жасайды жазып қойғанбыз. Енді сені де жазып қояйық. Иә, жазып қой. Бүгінге жазып қойсаш. Бірақ неге? Четверг күн бос тұр ғой. Жоқ, бүгінге жазып қой, бүгін дайындасында кішкене көрейік. Қалай дайындай ма, дайындай алмай ма? Иә, мен тамақ дайындағанды жақсы көремін. Әсіресе менің любимый тамағым қамырауқат. Біздікі ондай емес, біздікі лапша, өзіміз сатып ала саламыз. Сендердікінен қарағанда нормальный екен ғой. Болды, қыздар, қойсаңдаршы. Қыздар, қоя салыңдар. Я одан шекел тамақ дайындайын. Еще, кстати, маған лагман дайындап. Сосын лагман дайындап, мен дайындап. Осы үшеуі нормально. Так, маған онда... Так... Қыздар, керек болса, өздеріңе керек болса, өздеріңе расписаниеға қарасай, расписание бұзуға болмайтын ба? Сол үшін маған соларды дайындайсың. Кстати, ертеңнен бастап меню дайындай салшы бізге. Менюмен істейміз, андай албайский тамақтар керек емес. Қыздар, болды, қойыңдар. Жарайды, сен үшін қояйық. Жарайды, мен тамақ дайындайын. Көмектесейін бе? Жоқ, расписание қойып болмайды. Әркім өзі дайындау керек. Жарайды.
Ой, біреу тақылдатып жатыр ма? Мен барып ашып келейін. Қап-қарашқа жаңағы біз айтқандар. Қап-қарашқа деген ат жарысады, иә, жарысады. Давайте тез-тез енді. Иә. Ой, ана не деп балалар тақылдата береді адам жана деп. Так, ура, дайындап қойдың ба? Рахмет, менің сүйікті тамағым ғой. Сен сүйікті тамағың емес қой. Жоқ, енді сүйікті тамағым болып кетті. Ал екіншісін сенде продукты жоқ қой. Екіншісін менен ала сал. Жоқ, өзі дайындау керек қой, өзі алу керек. Бұндай шарт бізде жоқ болып еді ғой. Бұндай шартты қайдан шығарып алғансың? Иә, келсем. Әркім өз тамағына дайындау керек. Мен саған. Және де мен өзім жемейін. Неге? Неге жемейсің? Кел, менен бірге отырып жей. Мәликем, сен өзің жей сал. Мен ысықлап емді жеймін. Рахмет. Сен саған айттық қой, біздің заказымызды дайындау деді. Не заказымызды дайындамайсың, а? Иә, заказымызды дайындау керек адам деген. Өсі қыздардың достына жақтырып бара жатқан секілді. Керек. Сендер бара беріңдер. Кешке өзім тамақтарын сатып алып бере салам сүйікті. Сөйтсейші, кішкене рахаттанып қалдық. Болды. Оңай ма? Ештеңке болған жоқ қой, жай ғана. Кел. Кел, мында отырайық. Ұлжан, сенің достарың мені жақтыртпаған секілді ғой.